Күйеуіңізді сатыңызшы. Азамат сатып алды тұратын пәтердің есігін қаққан бейтаныс ару әншінің жұбайына дәл осындай ұсыныс жасаған. Ал актердің әйелі 15 жыл отасқан жарын жас қызға табыстауға әзір ме? Әлде сылқымның сазайын берер ме екен? Көрейік. Жуырда ғана кино продюсер ретінде дебютін ұсынған Азамат Сатыбалды күні кеше жеке театрының тұсауын кесті. Күйеуіңізді сатыңызшы. Азаматтың жетекшілігіндегі ұжымның алғашқы спектаклі дәл осылай аталады. Питерге барыңызшы. Бір период, бір қиылыстың өзінде 4-5 театрдыр. Соның барлығына көрермен барады, өзі таңдау арқылы. Бізде сол бағытта өзіміздің жеке дара жолымыз жасағымыз келді, жеке өзіміздің театрымыз болсын деп қаладық. Сол театр арқылы көптеген ойларды айтқымыз келді. Әйелге еркек таласса жарасады, ал екі әйел азаматының махаббаты мен көңіліне бола тартысқаны қызығақ. Айтқандай, оның бірі өзінің заңды жұбайы, екіншісі 20-дан асқан бой жеткен. Алакөлге демалуға барған абзал жас қызбен танысып, араларында сезім оты тұтанады. Махаббаттан басы айналған Карина болса, жігіттің басы бос емес екенін біле тұра әйеліне келеді. Тіпті $100 000 қарыз алып, жүрегін жаралаған еркекті Құдай қосқан қосағынан сатып алмақ болады. Бұл спектакльдің моралі деп айтсақ болады. Жанұядағы ер адамы болсын, әйел адамы болсын, сол өз жанұясын барынша сақтауға тырыссын, оңды солды қарап жүрмесін. Сол жанұя берік болу үшін жасалған дүние. Бұл спектакльдегі басты рөлдерді Азаматпен қатар Ажарлым Мағзұм және Жанна Мақашева сомдайды. Жаңа театрдың алғашқы қойылымының бірінші көрермендері Сатыбалдының әріптестері. Ал Михаил Задорновтың шығармасын қазіргі заманға сай сахналаған ұжымның еңбегі қаншалықты көрермен көңілінен шықты. Шоуды жақсы орындаушылар. Осы тақырыпты алған өте жақсы. Бұл адами процесс, адам тақырыбы. Әр уақытта сахнада не қозғалу керек? Адамның иттігі, адамның жақсылығы, адамның парасаттылығы. Міне соның бәрі осы жерде айтылады. Комедияны әдемі жақсы жеткізген. Асырмай, тасырмай, ыммен жеткізген бір әдемі күлкі шақыратын әдемі комедия шықты деп айтады. Алғашқы қойылымын комедия жанрынан бастаған ұжымның алдағы жоспарлары жетерлік. Бір айта кетерлігі, Сатыбалды басқаратын театрдың аудиториясы тек мемлекеттік тілмен шектеліп қалмақ емес. Біз әлемдік деңгейдегі Потапов режиссерға шығып жатырмыз. Келесі спектакльді Прибалтикадағы ең танымал режиссер Йонас Вайтусқа қойғысақ деген ой бар. Санжар Мадиевтің өзі мен спектакль ойнаймын деп маған келісіп отыр. Танымал актерлармен бірігіп орыс тілінде де спектакль қоямыз. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, Ревью жаңалықтары.